Қайырлы күн әріптестер. Мен сіздерге Telegram мессенджерінің негізгі артықшылықтарын түсіндіретін боламын. Ол үшін Telegramды ашып, жоғары жақтағы 3 сызықшаны басамыз. Бірінші кезекте өзіміздің чатымыздың баптауларын жасап аламыз. Настройка батырмасын басамыз. Жоғары жақтағы 3 нүктені басамыз. Егер аты жөніміз жазылмаған болса, изменить имя деген батырманы басып, аты жөнімізді жазып, птичканы басамыз. Келесі кезекте сурет қойылмаған болса, мына камераның үстіндегі плюс батырмасын басып, галереяға өзіміздің мұғалім ретіндегі бір суретімізді дайындап қоямыз. Және птичканы басамыз. Менде сурет қойылған. Келесі кезекте өзіміз жайлы мәліметті жазатын боламыз. Ол үшін о себе деген жерді басып, өзіміз туралы мәліметті толтырамыз да қайтадан птичканы басамыз. Егер біздің телеграмымыздың тілі ағылшын тілінде болса, язык деген батырманы басып, орыс тіліне ауыстырып қойсаңыздар болады. Өзіміздің чатымыздың настройкасын жасап алдық. Келесі кезекте біз сыныбымызға топ ашамыз. Топ ашып қойдым. Енді сыныбымыздағы топқа жаңа сабақ бойынша қалай кері байланыс жасауға болады, соны түсіндірейін. Біз оқушыларға кері байланыстың бірнеше түрін Телеграмда жасасақ болады екен. Мына астындағы скрепканы басамыз. Бұл жерде галерея, файл, геопозиция, опрос, музыка, лайкбот деген батырмалар шығады. Біз опрос деген батырманы басамыз. Опрос батырмасынан біз оқушыларға сауалнама аламыз және пәнімізге қатысты жаңа екенбіз. Бірінші кезекте сауалнама құрастырайық. Ол сауалнаманы анонимный құрастыруға болады, яғни кімнің жауап бергенін көрсетпейтіндей етіп құрастыруға болады, және қай оқушы жауап бергенін көруге де болатын қылып құрастыруға болады. Қазір мен жалпылама сұрақ қояйын. Қашықтан оқытуда қай құралды пайдаланасыз деген сұрақ қояйын. Мысалы, орысша жаза берейін. WhatsApp 10 жауапқа дейін жазуға болады. Және бірнеше жауапты да белгілеп жасауға болады. WhatsApp, Zoom, YouTube, Canva, Google, диск дейін. Енді анонимный дегенді алып тастаймыз. Өйткені біз қай оқушының жауап бергенін көруіміз қажет. Біз 5 жауап жаздық, 10 жауапқа дейін жазуға болады. Және создать батырмасын басамыз. Қазір мен оқушы ретінде жауап беріп көрейін. Мысалы, Zoom дейін. Енді результатын қарап, қай оқушының жауап бергенін көруге болады. Бұл бізде сауалнама. Енді тест аламыз. Тағы да опрос батырмасын басамыз. Мысалы, өз пәніме қатысты қоятын болсам, бүгін етістікті өттік дейік. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді деген сұрақ қояйын. Жауабы: кім, не, неше және сұрағымды 10 жауапқа дейін жазсам болады. Біз тест құрастырғанда 4-5 жауап жеткілікті. Енді анонимный голосование дегенді алып тастаймыз және режим викторины дегенді қосамыз.
егер және дұрыс жауапты өзіміз белгілеп қоямыз. Егер оқушы қате жауап берсе, біз добавить объяснение деген жерге, мысалы, ережені қайтала деп жазып қойсам болады. Егер оқушы дұрыс жауап берген болса, от шашу шығады. Егер оқушы қате жауап берген болса, ережені қайтала деген сөз шығады. Бұл жерге өздеріңіз кез келген кері байланысты жазсаңыздар болады. Және создать батырмасын басамыз. Енді мен оқушы ретінде жауап беріп көрейін. Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Міне, дұрыс жауап болған кезде от шашу шықты. Егер қате жауап берсе, ережені қайтала деген сөз шығады. Результатын қараймыз. Міне, бір оқушы дұрыс жауап берді. Енді келесі кезде тағы қалай оқушыларға кері байланыс алуға болады? Мысалы, оқушы сізге бір жұмысын жіберді делік. Мысалы, сізге осы жұмысын жіберді. Енді сіз кері байланыс жасау үшін мына жердегі астындағы карандашты басасыз. Өзіңізге карандаштың түсін таңдап аласыз. Мысалы, мен қызыл түсті таңдадым. Осы жерге жақсы деп жазсаңыз болады. Және болмаса стикер қойсаңыз болады. Жақсы орындаса, міне стикер қойсаңыз болады. Тағы бір үшінші кері байланыстың түрі тамаша деп текст жазсаңыз да болады. Енді бұл текстіңізді да өзіңізге ыңғайлы жерге апарып қоясыз. Өзіңізге ыңғайлы жерге қойып, контур дегенді бассаңыз болады, обычный дегенді бассаңыз болады, және с фоном дегенді бассаңыз болады. Міне, оқушының жасаған жұмысына жазбаша түрде, стикер түрінде және текст түрінде кері байланыс жасап, готово деген батырманы басып, оқушының жаңағы чатына жіберсеңіз болады. Бұл екінші кері байланыстың түрі. Үшінші кері байланыстың түрі собачка, ағылшын тілінде лайк деген сөзді жазсақ, міне бізде дайын бот шығады. Осы жерге сұрақ қоямыз. Сабақ түсінікті болды ма дейік, мысалы, бүгінгі сабақ. Сабақ түсінікті ме дейік. Міне, осы кезде жоғары жақта текст деген батырма шығады. Сол батырманы басамыз. Міне, оқушы көріп, сабақ түсінікті болды ма, болған жоқ па, өзінің кері байланысын береді. Бұл кері байланыс берудің үшінші жолы. Егер сіз оқушыға жазған кезде қате жазып қойсаңыз, үстінен басып, жоғары жақтағы ручканы басып, қайтадан түзеп жіберсеңіз болады. Келесі кезекте оқушыға аудио жазба жіберсеңіз болады. Аудио жазба жіберетін жердің үстінен бір шертсеңіз, камераның суреті шығады. Осы камераның үстін басып тұрып, оқушылар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болды ма? Деп видео звонокта жіберуге болады екен. Құрметті әріптестер, кері байланыстың түрлері сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын.
келесі видеода мен сіздерге Telegram каналда қалай топ ашуға болатындығын түсіріп жіберетін боламын.